Биыл қалалық білім беру бөлімінде балабақшаға кезекте тұрған 12 мыңнан астам бүлдіршіннің 1578-і алғаш рет мектепке дейінгі мекеменің табалдырығын аттайтын болады. Олардың 227-сі жеңілдігі бар санаттағылар. Әбілевтер отбасында үлкен қуаныш. Олардың 3 жасар қыздары Іңкәр биыл алғаш рет балабақшаға барды. 2 жыл бұрын ғана ашылған Алпамыс мектепке дейінгі мекемесі бүлдіршінге ұнап, күнде жақсы көңіл күймен жиналады. Ата-анасы Іңкәрді туылған күннен бастап қалалық білім беру бөліміне барып, балабақшаға өтініш жазған. Іңкәр деген қызымыз дүниеге келгенде балабақша кезегіне тұра қойған. Міне тұрғанда 10.054 болсақ, биыл мінеки қалалық бөлім қызметкерлері телефон шалып, кезегіңіз келді, бара берулеріңізге болады деп балабақшаға қуантып жіберген. Қазір мінеки ойдағыдай Алпамыс балабақшасына барып жүрміз. Балабақшаға көңіліміз толы. Әбілевтер 2-3 айлық Темірғали баласында балабақшаға орналастыру үшін бірден өтініш берді. Петропавлда барлық 57 мектепке дейінгі балалар ұйымдары жұмыс істейді. Олардың 25-і мемлекеттік санатта. Балабақша кезегінде бүгін 12.274 бүлдіршін тіркелген. Олардың 1578-і осы жаздан бастап мектепке дейінгі мекемелерге баратын болады. Қазір кейбір ата-аналар кезек әлі өзгерген жоқ, қорқуы мүмкін. Оның ешқандай қорқынышы жоқ. Тамыз қыркүйек айларында әрбір балабақша өздерінің балабақшаларына келген балалар туралы есеп береді. Сол есеп бергеннен кейін кезектер тағы да өзгерісте болады. 1500 балаға кезек ілгері қарай жылжиды. Мамандардың айтуынша кезектің өзі балалардың жасына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Енді кезекте тұрған балалардың тіркеу есебінің нөмірі осы бүлдіршіндер балабақшаға барып, олардың келгені туралы мектепке дейінгі мекемелер есеп бергеннен соң, яғни тамыз, қыркүйек айларында өзгеретін болады. Әсел Оразбаева, Юрий Исқақов, ақпарат.